Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бұл аймақтық геология және геотектоника пәні. Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау мамандығы бойынша бакалавр студенттеріне арналған 7-ші семестр. Жер қыртысының негізгі құрылымдары және геотектоникалық процестерін сипаттау. Пәнді практикалық жұмысты жүргізуші геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау кафедрасының оқытушысы Білалова Гүлім Ғалымжановна. Пәннің мақсаты: теория жүзінде жердің құрылысын, тарихи қалыптасуын зерттей білу, жер бетін геохимиялық зерделеу негізінде жер қыртысының табиғи учаскелерін бөлу. Практикалық жұмыстың орындалу реті, яғни бақылау сұрақтарына соңында жауап беру. Дәріс тақырыбын практикалық жұмыс негізінде бекіту, яғни шляпа ойыны арқылы тақырыпты талқылау. 4 топқа бөлініп, фиксист, мобилист, сыншылар және жалпы қоғам топтары болып бөлініп, әркім өз бағыты бойынша ойларын білдіріп және соны дәлелдеп, осы тақырып бойынша білімдерін бекіту. Теориялық алғышарттар, яғни бізде литосфера, жер құрылысы литосферадан тұрады. Мысалға, литосфера мантияның жоғары бөлігі қосқандағы жер қыртысынан тұратын қатты қабық, яғни бізде қабық. Литосфера астеносферада орналасады. Астеносфера мен литосфераның айырмашылығы: литосфера ол қатты және сынғыш болса, астеносфера ол пластикалық және жылжымалы болып келеді. Литосфера континенттік және мұхиттық қабаттардан тұрады, яғни континенттіктің өзі 3 қабаттан тұрады. Жоғарыдан төменге қарай қарастырғанда шөгіндіден жоғары қабаты шөгінді, одан кейін гранитті гнейс, сосын базальт қабатынан тұрса, мұхиттық қабаты 3 қабаттан тұрып, олар таяз шөгінді, борпылдақ шөгіндіден болса, екінші қабаты қуатты базальт, үшінші магмалық негізгі габро жыныстары. Және қалыңдығы бізде жіңішке болып келеді. Мұхиттық 10-нан 18 километрге дейін созылады. Континентальдік литосфераның орташа қалыңдығы 30-дан 75 километр болса. Литосфералық плита, бұл яғни тақта, бұл жер қыртысының үлкен тұрақты ауданы, литосфераның бөлігі. Плиталық тектоника теориясына сәйкес, яғни осы 19 ғасырдың 20 жылдарында айтылған Вегенердің теориясы бойынша литосфералық тақталар сейсмикалық, вулкандық және тектоникалық белсенділік аймақтарымен плиталардың шекараларымен шектелген. Шын мәнінде бұл мұхиттық және континентальдік литосфераларының сегменті. Литосфералық тақта астеносфера бойымен қозғалатын, жер бетіндегі орнын өзгертіп мантияға түсе алатын салыстырмалы түрде қатты дене тәрізді. Олар жылжымалы орогендік белдеулерден және салыстырмалы түрде тұрақты аудандардан тұрады. Қатты желдің жоғарғы бөлігі сынғыш литосфера және пластикалық астеносфераға бөлінеді. Астеносфера мен мантиядағы конвекция плиталар қозғалысының себебінен үнемі қозғалыста айналымда болып отырады. Заманауи литосфера 8 үлкен тақталарға, 10-даған орта тақталар және көптеген кішкентай тақталарға бөлінеді. Сейсмикалық, тектоникалық және магмалық белсенділік плиталардың шекараларында шоғырланған. Плиталардың қозғалысының негізгі 3 түрі бар. Яғни бір-бірінен екі плитаны алшақтауынан дивергенция, конвергенция және трансформдық жарықтықтар бойымен ығысу, яғни параллель. Суретте көріп тұрғандарыңыздай, ірі плиталар, ұсақ плиталар барлығы көрсетілген және олардың арасындағы шекаралары, яғни стрелкалар арқылы бір-біріне соқтығысуы, яғни конвергент болу, бір-бірінен алшақтауы, яғни екеуі қарама-қарсы бағытқа жылжуы, дивергент қозғалыстары көз алдарыңызда. Яғни бізде мантияның конвекция әсерінен бізде жоғарғы қабаттар, яғни плиталар, тақталар үнемі қозғалыста болып отырады. Міне сіздерге суретте өте анық көрсетілген конвекцияның бағыттары қандай бағытта қозғалса, сол бағытта мысалға плиталарды олар жылжыта алады. Осылайша плиталардың қозғалысы жылудың жердің орталық аймақтарынан жоғары тұтқыр магма арқылы өтудің салдары болып табылады.
Бұл жағдайда жылу энергиясының бір бөлігі үйкеліс күштерін жеңу үшін механикалық жұмысқа айналады, ал жер қыртысына өтетін бөлік қоршаған кеңістікке сөленеді. Сонымен біздің планетаны жалпы алып қарағанда жылу қозғалтқышы деп алып қарасақ та артық етпейді. Тектоносфера бұл тектоникалық деформациялармен бекітілген тектоникалық қозғалыстар болатын жер шарының бүкіл ауданы. Жер қыртысы мен мантиясының барлық геосфералар осындай процестермен қамтылған. Осыған байланысты тектоносфера ұғымы планетаның бүкіл ядросының үстінде орналасқан. Сұйық сыртқы ядро оған анықтама бойынша байланысты бола алмайды. Жер қыртысының екі түбегейлі әртүрлі түрі бар: континентальдық қыртыс және мұхиттық қыртыс. Кейбір литосфералық плиталар тек мұхиттық қабықтан тұрса, мысалға үлкен тынық мұхиты мұхиттық плитадан ғана құралған, басқа мұхиттық қабыққа дәнекерленген континентальдық қыртыстың блогынан тұрады. Континент қуатты силикалық континентальды қабығы бар жердің негізгі құрылымдық бөлігі. Құрлықтан басқа материктің іргелес аумағы, қайраң және ондағы аралдар кіреді. Құрлықтық қыртыстың орташа қалыңдығы 35-45 км, ал жоғарғысы 75 км-ге дейін. Тау сілемдерінің астында, яғни. Мұхиттардың негізгі құрылымдық элементтері олар плиталар, орта мұхиттық жоталар, трансформациялық ақаулар емес, бұзылымдар деп атаймыз. Трансформдық және ішкі мұхиттық көтерілімдер, микроконтиненттер. Құрлықтың негізгі құрылым элементтері олар платформа және қатпарлы жылжымалы белдеу. Платформа екі деңгейлі құрылымы бар: континенттік тұрақтық ауданы стратификацияланған шөгінді жамылғысы және негізгі континентал сиалды қабығымен бүктелген, салыстырмалы түрде тыныш тектоникалық режиммен сипатталады. Қатпарлы деген жылжымалы белдеу, ежелгі платформа бір-бірінен немесе мұхиттан бөлінетін планетарлық масштабтағы тектоникалық қатпарлы құрылым. Жабық орогендік аймақ тау құрылымы ороген түрінде көрінетін бүктелген, қақпаға түйінді соққы сырғаны құрылымдарының парагенезі. Тектоникалық соқтығысу, аккредиция және біріктіру арқылы жер қыртысының сегменттерін бүйірмен жаншудан пайда болған трансгеональды таксон деп атасақ болады. Платформалар құрлықтардың тұрақты және тұрақты бөліктері. Платформаларға мыналар тән болып келеді: жазық жер бедері, тік қозғалыстардың кіші амплитудалары, әлсіз сейсмикалық төмен жылу ағыны, вулкандық белсенділік болмауы, сирек жағдайларды қоспағанда. Яғни бізде суретте келтірілгенде антиклиза, синеклиза, тағы да массив көрсетілген, және тақта, яғни плита қимасында іргетаспен қап бөлінетін платформа учаскесі. Біз бұны тақтаны плитаны айтып кеткенбіз алдыңғы екінші зертханалық практикалық жұмыста. Қандай бөліктерден тұрады, қандай қабаттардан тұратынын атап кеткен болатынбыз. Енді бізде жаңа терминдер олар авлокоген, білік деген, яғни қалқан өзі қақпағы жоқ платформалы учаскесі және жер бетіне грани метаморфты қабат болып шығады. Авлокоген соның платформалардың іргетасын кесіп тастайтын үлкен ақаулармен, яғни бұзылымдармен шектелген сызықтық созылған ойпаттар. Білік дегеніміз ұзындығы бірнеше ондаған жүздеген шақырымға дейін созылған оң платформалық құрылым. Міне суретте көргенде синеклиза қалай, антиклиза, горст, грабен өзенінде көрініп тұр. Горстты көрсетіп кетсем болады. Міне горсттың үстінде міне антиклиза, грабен, грабенде синеклиза, авлокоген міне ойпат деп атап кеткендей, және вал көрсетілген. Синеклиза көбінесе авлокогеннің үстінде пайда болатын.
жаңа суретте көргендей платформа қақпақтың үлкен теріс құрылымы, антиклиза іргетасты көтеру үстіндегі платформа қаптамада антиклинальды құрылым оң, және горст грабен атап кеткендей. Тектоникалық қозғалыстарға келсек, тектоникалық ол вертикальдық және горизонтальдық болып келеді. Тектоникалық құрылым өзі жалпы тектоникалық күштер құратын әртүрлі құрамдағы және жастағы тау жыныстарының пайда болуының белгілі бір формасы бар геологиялық дене. Плиталық тектоника теориясына сәйкес литосфералық тақтаға сейсмикалық, вулкандық және тектоникалық белсенділік аймақтарымен плиталардың шекараларымен шектелген. Пластиналық шекаралардың 3 түрі бар, және жоғарыда атап кеткенде диверген, конверген және трансформдық. Және соларға жеке-жеке тоқталып кетсек, яғни міне суретте көрсетілгендей, жалпы бір суретте барлық қозғалыстар көрсетіліп кеткен. Яғни екі континентальдық плитаның бір-бірінен алшақтауынан көріп тұрғандарыңыздай дивергент болғандықтан бізде рифт қалыптасты, және континентальдық қыртыс пен мұхиттық қыртыстың бір-біріне соқтығысу нәтижесінде, яғни конвергент құбылысын байқап отырмыз. Бұл жерде бізде мұхиттық қабат жер континентальдық қыртыстың астына енген, яғни бұның қысымы қайсысынікі жоғары, сол астына кетеді, магмаға кетеді. Яғни сол кезде бізде вулкандық жоталар пайда болады, жанартаулық жоталар. Яғни міне көріп отырғаныңыздай сіздерде жанартаулық субдукция орын алып отыр. Міне біздің көріп тұрғанымызда конвекция болып жатыр. Сол осы бағыт бойынша бізде плиталар үнемі қозғалыста болады. Және мұхиттық плиталар бір-бірінен алшақтаса, рифт, яғни мұхиттық, орта мұхиттық жоталар қалыптасады. Міне осы суретте сіздер үлкен дүниежүзілік картадан плиталардың қозғалысын жалпы көркетуге болады. Міне қызыл түсте бізде конвергент көрсетілген, яғни бір-біріне соқтығысуы нәтижесінде болған құбылыс. Дивергент көк түсті плиталардың, яғни мұхиттардың, Атлант мұхитында біз байқаймыз дивергентті, және Үнді мұхитында, Тынық мұхитының оңтүстік Америка бағытына құрлығына қарай болғанын көреміз. Және тектоникалық құрылымдар аумақтық таралуы мен қалыптасу ұзақтығына байланысты бөлінеді. Суперглобальды үлкен литосфералық плиталар, ғаламдық үлкен литосфералық плитаның бөлігі, трансрегиональды, олар микроплазма, аймақтық, ежелгі платформалық қалқан, платформалық провинция және тағы басқа сол сияқты. Дивергенттік құрылымға жалпы келсек, дивергенттік құрылым екеуі жер қыртысының созылу жағдайында қалыптасқаннан пайда болады. Рифттік аңғарлар пайда болады, рифттер пайда болады. Рифттік аңғар дегеніміз жаңағы бізде шығыс Африканың созылу шарттарымен пайда болған лықсымамен шектеулі грабендерді белгілеп кеткен. Ағылшынша жарылған деген мағынаны білдіреді. Григорий деген ғалым 19 ғасырдың аяғында солай белгілеп кеткен. Рифттер ұзындығы 100-ден 10 000 километрге дейін терең шөгінділердің тар сызықты созылған жарылу құрылымдары литосфераның тұтастығын және мантияны бұзып, мантияның бетіне шығады. Бізде мысалға ретінде мына африкалық рифттік алқап және мұхиттық бассейн көрсетілген. Қызыл теңіз және Атлантикада міне мысалға орта мұхиттық жота қалыптасқан. Үшінші суретте көріп отырғандарыңыздай бізде екі мұхиттық плиталардың екі жаққа алшақтауынан пайда болған.
яғни міне жалпы құбылысы мұхиттық спрединг, созылу жаңағы. Мұхит типінің қалыптастыра отырып, орта мұхиттық жоталардың рифтері аймағында төменнен айдалатын магмалық балқыманың әсерінен қатты литосфералық плиталарды жылжытудың геодинамикалық процесін көріп тұрмыз осы суретте. Мұхиттық рифтер орта мұхиттық жаңағы орысша айтқанда сох деп қысқартылып жазылады, срединно-океанский хребты, және орта артқы жоталардың бөлігі болып табылады. Олардың осьтік аймағын құрайды. Баяу спрединг жоталарында рифтер аңғарлармен, жылдам спрединг осьтік вулкандық көтерілістермен көрінеді. Мұхиттық жоталар бұл сегменттерді жердің барлық мұхиттар арқылы созылатын бір жүйеге байланыстыратын трансформациялық бұзылымдар мен сегменттерге бөлінген үздіксіз құрылымдық белдеуді құрайды. Суреттерде міне анық көруге болады. Жер қыртысының жасы, ең жас учаскелер қызыл түспен көрсетілген, міне көріп кетсеңіздер болады. Көк ең көне. Яғни осы пәннің арқасында сіздер тау жыныстарының жасын анықтай аласыздар. Өз кезеңдеріне, қалыптасу кезеңдеріне байланысты және олардың қалай қалыптасуын осы процестерге қарап теория жүзінде тұжырымдауға болады. Келесі конвергенттік құрылымдар. Конвергенттік құрылымдар олар плиталардың қысылу бір-біріне қарама-қарсы қозғалысы жағдайында қалыптасады. Айтып кеткенде аралдық доғалар, коллизия, арагендердің пайда болуы, субдукция және коллизия қалыптасуы. Яғни субдукция дегеніміз мұхиттық литосфераның мантияға батырудың геодинамикалық процесі. Суретте көріп кеткенде мұхит литосферасы сіңетін плиталардың қозғалыс аймақтарында дамиды. Арал доғаларының астына түсіп, жер сілкіністе шоғырланған гипоцентрлер болып табылады. Субдукция процесі міне бізде жаңағы мантияның қозғалысынан, яғни төменнен жоғары қарай бағытталған қозғалыстан бізде мұхиттық континент екі жаққа алшақтап, ол мұхит құрлықпен, континенттік құрлықпен кездесіп мантияға кетеді. Арал доғалары мұхит бассейндерін қоршауға кіретін күрделі құрылымдық кешен. Морфологиялық тұрғыдан жарықтау аралдарының тізбегімен және оларға іргелес теңіз терең ойықтармен ұсынылған мұхит түбінің тар созылған ауытқулары. Міне суретте анық көрсетілген шекаралары. Трансформдық бұзылымдар. Трансформдық бұзылымдар олар литосфералық плитаның шекарасы бойында орналасқан сыну түрі. Плиталардың салыстырмалық қозғалысы негізінен көлденең және сыну бойымен бағытталған, яғни сынған жерде қыртыс пайда болмайды және жойылмайды. Сонымен бізде бақылау сұрақтары. Континентальды арагендердің қандай құрылымдарын білесіздер? Міне осы бізде 4 сұрақ бар. Сол 4 сұрақтарға жазбаша жауап береміз. Және қысқаша өз ойларыңызды онлайн білдіріп кетесіздер. Кезек-кезегі жаңағы шляпа ойыны бойынша әркім өзінің бағытын дәлелдесе, яғни фиксист жағынан, мобилист жағынан. Фиксисті өздеріңізге белгілі, сіздер бұл тақырыптар өте таныс сіздерге, сондықтан сіздерге қиындық туғызбайды деп үміттенемін. Бақылау сұрақтарына жауап беріп, қолданылған әдебиет тізімі келтірілген. Осы бойынша тапсырманы уақытылы тапсыруларыңызды талап етіледі. Сонымен сабақ
аяқталды.